Павлодар облыстық мәслихаты азаматтарды қабылдаудың жаңа формасына көшті. Енді жүздесулер тақырыптық форматта болмақ. Толығырақ келесі бейнематериалда. Павлодар облысы әкімінің аппараты қол қойған меморандум шеңберінде 8-ші шақырылымның жұмысы азаматтарды қабылдауды Open Space'те ұйымдастырды. Облыс депутаттары жаңа шақырылым жұмысы басталғалы бері 43 қабылдау өткізген. Бұл 120-дан астам адам. В чем именно разница от обычных приемов сегодня? Мы начали проводить тематические приемы. Біз қазір бұрынғыдан ерекше тақырыптық қабылдау жүргізе бастадық. Егер бұл білім беру саласында болса, онда әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссия қабылдайды. Бүгін таңертеңнен қабылдауды Аманжолов Болат Семенұлы басқаратын аграрлық мәселелер жөніндегі комиссия жүргізуде. Тұрғындарды комиссия мүшелері қабылдады. Аграрлық, жер қатынастары, жер беруге байланысты мәселелер, сот мәселелері көтерілді. Қабылдау нәтижесінде облыстық мәслихат депутаттары аграрлық саладағы мәселелер көтерілген аудандарға баруды жоспарлады. Гүлсара Маликова, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.